Бүгін сіздермен өте дәмді чудо дайындаймыз. Іші шырынды, ал сырты өте жақсы көрінетін тағамдардың бірі. Жасалу жолы өте оңай, ал дәмі ерекше. Отбасыңызға сүйіп жейтін тамақтары ретінде жасасаңыз болады. Бізге керек асқабақ, пияз, ал қамырына сұйық май, кішкене жылытын су, ұн. Мінекей дәл осылай қамырын жұмсақ етіп дайындап аламыз. Салмасына пиязымызды майдалап турап, ал асқабағымызды күштен өткіземіз. Міндетті түрде майда көзінен өткізіңіз. Үкішті пайдаланған кезде сақтық шараларын ұмытпаңыз. Әйтпесе менің қолым секілді жарақаттап алуыңыз мүмкін. Мінекей біз асқабағымыз бен пиязымызды дайындап алдық. Аздаған майға пиязымызды сәл қорып, үстінен асқабағымызды да сәл ғана қорып, керегінше тұзымызды салып, қақпағын жауып, кішкене бұқтырып аламыз. Бірақ қатты пісіп кетпеу керек. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Еуі қанып жақсы болған кезде өзіңізге қажетті мөлшерде бөліп алыңыз. Мен дәл осы қамырдан 20 самса чудо шықты. Осылай бөліктерге бөліп алдым. Мінекей асқабағымыз бен пиязымыздан жасалған салмамыз дайын болды. Міндетті түрде байқаңыздар, бұл асқабақ қатты піспеу керек. Себебі табада піскен асқабақтың дәмі мүлдем бөлек болады. Мінекей дәл осылайша қамырымызды жайып, ішіне асқабақтан жасалған салмамызды салып, мен көрсеткендей чудоымызды дайындаймыз. Шет-шетін жақсылап жабыңыздар. Дәл осылай. Вилкамен де әсемдеп қойсаңыздар болады шет-шетін. Мен осы бұрыннан бері келе жатқан табамды қолдандым. Өте жақсы пісіреді енді. Мына табаға пісірген кезде, жаңағы новый табаға, ол онша пісірмеді, сондықтан бұрыннан бері қолданылып келе жатқан осы табамызға пісірген болатынмын. Аздаған майды осылай жағып отырасыздар. Екі жағын жақсылап пісіріп алыңыздар, үстін міндетті түрде жабыңыздар. Іші де сырты да пісуі керек. Өте баяу отта пісіреміз. Мінекей біздің чудо тамағымыз дайын болды. Әр адам әртүрлі дейді. Газда піскен самса деп те атайды. Мінекей біздің өте іші шырынды болып шықты. Өте дәмді ас болсын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Арнамызға жазылып қойыңыздар.